туралы ортақ тапсырыс берді. Консорциум тапсырыс бойынша Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясында тіркелген 3 әлеуметтік ұйым экзит пул жүргізді. Представитель Института евразийской интеграции Айгерим Ергенболатқызы уже здесь и готова представить результаты своей организации. Айгерим, мы ждем вас на сцене. Қайырлы түн. 2023 жылғы 19 наурыздағы сайлауда Еуразиялық интеграция институты Қазақстанның 17 облысында, Астана, Алматы, Шымкент қалаларында экзит пул сайлау учаскелерінен шыға берісте азаматтарға сауалнама жүргізді. Сауалнамаға 200 сайлау учаскесін сауалнама қамтыды. Оның ішінде 124 қалаларда, 76 ауылдарда орналасты. Сауалнамаға барлығы 30 мың сайлаушы қатысты. Оларға арнайы даярланған интервьюерлер face-to-face әдісімен сұхбат жүргізді. Зерттеу нәтижелерінің қателігі 1%-дан аспайды. Күні бойы 5 өлшем жүргізілді. Аралық қорытындылар сағат 11-де, 2-де, 4-де, 7-де және 9-да жасалынды. Сайлауға қатысқандар саны сайлаушылардың 53,25%-ын құрады. Экзит пулдың нәтижелері келесідей. 53,46% респондент Аманат партиясына дауыс берді. 10,52% респондент Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясына дауыс берді. 8,9% респондент Республика партиясына дауыс берді. Қазақстанның халық партиясына 6,25% респондент дауыс берді. Қазақстанның байтақ жасылдар партиясына 3,22% респондент дауыс берді. Ақ жол Қазақстанның демократиялық партиясына 7,87% респондент дауыс берді. 5,31% респондент өз дауыстарын жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясына дауыс берді. Және қалған 4,47% респондент барлығына қарсы дауыс берді. Назарларыңызға рахмет. Енді орысша. На выборах 19 марта 2023 года Институт евразийской интеграции провел опрос граждан на выходе из избирательных участков Exit Pool в 17 областях Казахстана, городах Астана, Алматы, Шымкент. Опрос охватил 200 избирательных участков. Из них 124 в городах, 76 в селах. Всего в опросе участвовали 30 тысяч избирателей, которые опрашивались